ең басты мақсатымыз осы жастар жинап, мынау мемлекеттің тәуелсіздігін бір атап өтейік деген мақсатта жастарға бір насихат айтсақ деген сияқты сондай бір іс-шарамен ұйымдастырып жатырмыз. Былай көресің, жігіттерімізді көресіңдер, ауыздарында темекі, ішетіндері арақ, тағы бірдемелер ішіп жүреді, жүрегін ауырады. Біздің ата-бабаларымыз осы үшін негізгі біздің жерімізді аман алып қалған жоқ негізгі. Одан кейін жас балаларды көрсек, футбол ойнап жатсың, жай кетіп бара жатқан балалар болсын, ауыздарынан боқ ауыз сөз шығып жатады. Біздің ана тіліміз боқ ауыз сөз сияқты да. Сондықтан да жігіттер, енді бұл жерде ағаларымыз отыр ғой, мен енді ағаларымызға ештеңе айтпаймын. Жалпы өзімнен кейін өсіп келе жатқан жастарға, інілеріме тілімізді құрметтейік, ана тілімізді құрметтейік. Біздің тілімізді көрген кезде боқ ауыз сөйлемей, таза сөйлесек, өзге ұлттар да біздің тілімізге қызығатын болады. Сондықтан да жігіттер ойланайық.